жақсы ба? Жоқ, нормально. Жақсы. Мен жақ бірақ бәрі енді. Только аяғымыз кішкене не болмаса, Сіздер енді таңнан бері. Таңғы қанша күн болды ұйықтауға? Керемет күшті отты, оны надо ол айтып отыру керек оны. Иә, айту керек. өзіміз отырып десеңізші. Иә, күшті керемет. Молодцы вообще. Достарыңызға көп рахмет. Той ойдағыдай өтті. Достарымның біразы рахметін айтып жазып жатыр. Өзім де осындай тойды күткем. Әрине бір тағы да бір нәрселер болу керек, болмай қалды. Но Аллаға шүкір бұйыртқаны. Барыңызға рахмет айтқым келеді. Достарым, қолдаған оқырмандарым, келген достарым, уақыттарыңызды бөліп, прям тойдың аяғына дейін болдыңыздар ғой, кетіп қалмай тойдың аяғына дейін болдыңыздар. Алла разы болсын, осындай той жұғысты болсын. Бір 50 адамда келмей қалды. И то мен сұрап Спалантты шақырдым, ол келем деген, может балалар ауырып қалып, Шахкерлікте шақырдым, Динантты шақырдым. Бүткіл мен ешкімді бөліп жатқан, бүткіл барлығын шақырдым. Және де келгендер, келе алмағандар дегендей болды. Негізі айтушы едім 500 адам, негізі бәрін шақырсам 500 адам болатын еді, қысқартып где-то 250 адам жасадым. Бірақ Алла разы болсын бәріңізге. Алла қаласа енді үйлену тойымыз тоже болады. Арасын көп ұзамай жасап жатырмыз. Жалпы кейбір жақтарда бір күннен кейін той жасап кетеді екен, ойлаңыздаршы. Енді бір күннен кейін той жасау нагрузка ұзатудан кейін. Кішкене перерыв жасап, сосын барып тойымыз болады үйлену. Той дерзкий болады. Сосын кешегіндей костюм несі болып қапты, дәу болып қапты жазбаңдар. Өзім тойыма дайындалып келемін дұрыстап. Мен де байқамағам осы, вообще костюм үлкен деп жазыпты да, тиктокты жазыпты. Мен даже байқамағам. Маған как-то нормально сияқты көрінді да. Но үйлену той бұдан да күшті болады. Сондықтан да үйлену тойыма қаншадан болады білмеймін. Үйлену тойыма да санаулы ғана достарым шақырамын. Ұзатуға бәрін шақырдым. Мен ғана емес, ескілерден қасында Ізбасар. Қалайсың? Амансың ба? Жақсы, керемет. Ізбасар бұл екеуміз сарапшы болып келіп қалдық бүгін. Жігіттердің өнерін бағалап. Не айтасың? Не айтам, сәттілік тілеймін бәріне. Иә. Бәрін көріп алған деген тұжырым жасамыз. Ол терең ойдың үстінде отыр. Жігіттер енді өнерлерін көрсетіп жатыр. Дауыс келеді. Бірінші болып Абылай выступать етті, өз өнерін көрсетті. Аллаға шүкір, рахмет. Мен көрдім, бірақ сол кезде қатты күлгенім еще Нұржанға анау остановка деген вообще өлтірді енді действительно. Әдем болды. Мен жігітім, ол мен жігітім. Кім? Сен, иә, жігітің молодец. Әзілді өлтіреді екен прям кәдімгідей. Харизмасы Құдай шүкір. Бақытты болыңдар. Жаңа болейте, пожалуйста. Нормально барлығы. Менікі ұзақ сторис салам мен. Совместный рилс писашь деп жатыр. Дұрыс қой, адам деген барлығын айту керек, түсіндіру керек, бетіңді түсіру деген болмайды. Сен барлығын айтып түсіремін. Қалайсыз, Дәулет аға, қалыңыз қалай? Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар? Исаевтамын. Үйге келдім бүгін, міне мынандай өзгеріс болып жатыр. Уже біз террасаның төбесін жауып жатырмыз. Алла қаласа, каркасын құрып жатыр жігіттер, қазір балқаштар міне көбеде жүр. Бүгін жерге келіп, үйге келіп, бір көңіл күйіміз түсті. Неге десеңіздер, үйдің крышасы дұрыс жабылмаған екен. В общем, үйдің крышасында косяк көп. Балқаш енді кішкене жаңағы ары бері зүйдің жерлерін түзеп реттеп беретін шығар деп ойлап едім. Балқаш төбесіне шығып қарап еді, оказывается, крышаны дұрыс жаппаған. Одан бөлек шуптары дұрыс қағылмаған. Ертең одан су өтеді деп жатыр. Жалпы үйдің негізгі ең маңызды жер бұл крыша ғой. Ертең үйдің төбесінен су өтіп, бычыт болып жатса, ол кімге керек? Сол себепті біздің қазір жасап жатқан теплый полдан да, стяжкадан да пайда жоқ. Үйдің төбесі дұрыс болмаса, дұрыс жылымаса, ертең су өтіп ішінен су ағып жатса, жасаған дүниенің бәрі бекер болады. Сол үшін біз үйдің крышасын полный шешіп, қайтадан басқа крыша ауыстырамыз деп шешім қабылдадық. Яғни ма төбедегі полностью черепицаның бәрін шешеміз, алып тастаймыз да, орнына дәл мына көршіндікі сияқтыошын профлист қоятын болдық. Сондай шешімге келдік, өйткені бұл ойнайтын нәрсе емес крыша деген. Сол үшін жақсылап бұл крышаны реттеп қайтадан жабу керекпіз. Енді мына полный черепицаның бәрін жігіттер шешеді, алып тастайды, сөйтеді де орнына профлист қайтадан қағып шығады. И мына жақта бұрыштарда қисық кеткен жерлер бар екен, Балқаш соның бәрін өзі түзеп, тартып, реттеп, әдемілеп берем деп, соның бәрін
дұрыстап реттеп төбесін қайттан жабамыз. Мен сіздерге үйдің до версиясын түсіріп қоямын, осылай жабылып тұрған күйі. Одан кейін сіздер балқаштың крышаны қалай жапқанын көресіздер бұйыртса. Енді мына төбеден шыққан шипырлар шығын болмасын дедік. Барлығын аккуратно шешіп аламыз да, мынаның төбесіне жабамыз Алла қаласа. Иә, навес бар. Мына біздегі мына ұзын тұр ғой, міне мынаның бәрін ертең мына склад болады, мына жерде тағы да заттар болады. Соның барлығын төбесін осымен жабамыз. Сосын мына жерде бізде тағы да көмірхана болады, баня болады. Солардың барлығын төбесін осы черепицамен жабамыз. Бұл сол бір нәрсеге жарайды енді. Өйткені бәрібір де ертең мына жаққа біз по-любому профиль салатын едік негізі. Сосын мына жаққа да профиль салатын едік. Енді әйтеуір бұл шипырда бір керекке жарайтын болды. Сол үшін осы черепицаның барлығын шешеміз. Өйткені алдындары біз басында негізі үйдің каркасын біз профилиске қойған болатынбыз. Одан кейін бір жағдайлармен профилис арзан шығып қалып, профилис ала салған едім. Профилис деппін ғой, черепица ала салған едім. Сонымен черепицаны жігіттер қаққан кезде дұрыс қақпаған, орындарына қақпаған. Сосын мына резиналардың бәрі ертең шірейді, астынан су кіреді, үйдің ішінің бәрі су болады деп жатыр Балқаш. Сол үшін сондай ситуация орын алмас үшін қайттан полный шипырдың бәрін аламыз, черепицаны орнына профилис қағамыз. Біз үйдің жерлерін түзейміз, реттейміз, в общем. Сондай жұмыстар болайын деп тұр. Сондай өзгерістер болып жатыр бізде.